Сәлем достар, бүгін сіздерге мен қалай зымыран соғу керек екенін үйрететін боламын. Ал енді біз видеомызды бастаймыз. Ол бұрынғылары міне алдымен мынандайды қоямыз. Мынандай осылай төбеге қаратып қоясыздар. Астынан бір блок алып тастайсыздар. Сөйтіп мынандай қоясыздар. Осылай қоясыздар. Сөйтіп ана жерінен бастап төбеге қарай 4 блок төбеге істейсіздер. Сөйтіп екеуін алып тастайсыздар. Сөйтіп мынаны астыға қаратып қоясыздар. Аты жаман болады. Мынаны қоясыздар. Дәл істегеннен кейін алып тастайсыздар. Міне есік көтерілу керек. Сөйтіп жанын қандаймен істейміз. Не болып кетті. Сөйтіп мынаны жанына қоясыздар. Міне осылай қоясыздар. Міне. Сөйтіп мынаны қоя бастайсыздар. Міне осылай қоясыздар. Сөйтіп оған мынандай воронка қоятын боласыздар. Міне былай қойғаннан кейін оны арасына мындай терезелер қоятын боласыздар. Сөйтіп мына воронкалардың ішіне мынандай тастайсыздар. Міне өзі сөйтіп ала береді. Сөйтіп тағы да аламыз. Мынаған тастаймыз тағы да. Достар, қазір реклама болғаннан кейін сіздерді арқылы жалғастырамын. Достар, кешіріңіздер, реклама болып кетті. Міне осылай. Сіздерге дым көрінбей тұрған шығар. Сондықтан мен ұйықтап алатын боламын. Ұйықтап алам. Сөйтіп ары қарай жалғастыра беретін боламыз. Міне өйстіп. Маған қоймаппыз. Осыған қоямыз. Соған қойдық. Қазір енді маған қоямыз. Міне қойдық. Достар, не болып кетті? Міне ішіне тастаймыз. Алып жатыр ма? Алып жатыр. Болды, алады қазір достар. Біз ол ұшу үшін мынаны аламыз. Бұл біздің кілтіміз болады. Қанат olsun.
Толыватыр достар. Толду. Ал ендеше мен қалай ұшу керек екенін үйретемін. Басады. Достар. Еске түседі. Қараңыздар. Şimdi отырып алу керек. Ары қарай ұшады. Ал енді сіздермен болған мен Мейіржан. Ал ендеше сау болыңыз.